Аққулар туралы қызықты деректер. Аққу жер бетіндегі ең сымбатты әрі сұлу құстардың бірі. Оның қардай аппақ қауырсыны судың бетімен сырғандай қозғалысы мен әсем дауысы ежелден бері адалдықтың, махаббат пен рухани тазалықтың нышаны болып келеді. Алайда бұл көркем құстың сыртқы әдемілігінен бөлек көптеген ерекшеліктері мен таңғаларлық қасиеттері бар екенін бәрі біле бермейді. Аққулар мифтерде, ертегілерде, өлеңдерде жиі кездеседі және олар би өнерінен бастап ғылымға дейінгі түрлі салаларда шабыт көзіне айналған. Сіз білмеуіңіз мүмкін аққулар туралы ең қызықты деректерден білетін ақпараттар. Аққулар әлемдегі ең ірі су құстарының бірі. Олардың қанатының ұзындығы 2,5 метрден асуы мүмкін, ал салмағы 15 келіге дейін жетеді. Осындай ірі көлеміне қарамастан олар керемет ұшады және ұзақ қашықтыққа көше алады. Көптеген аққу түрлері өмір бойы жұбымен бірге болады. Егер олардың бірі қаза тапса, екіншісі жалғыз қалып, жаңа жұп іздемеуі мүмкін. Бұл қасиеті олардың әртүрлі халықтарда адалдықтың символына айналуына себеп болды. Дүние жүзінде бар болғаны 7 аққу түрі бар. Олардың барлығы үйрек тұқымдасына жатады. Ең танымал түрлеріне сұңқылдақ аққу, сыбырлайтын аққу, қара аққу мен тундра аққу жатады. Әрқайсысының қауырсыны, түсі, дауысы, мінез-құлқы әртүрлі. Аққулар өте биіктікке ұшалады. Кейбір түрлері Гималай тауларын көкте өтіп 8000 метр биіктікке көтере алады. Бұл үшін оларда күшті кеуде бұлшықеттері мен қуатты тыныс алу жүйесі жақсы дамыған. Аққудың қауырсыны арнайы маймен қапталған. Бұл оларды су өткізбейтін етеді. Сондықтан олар мұздай суда да, малтса да тоңбайды. Аққулар үнемі қауырсындарын тазалап, тұмсығымен майын жағып отырады. Жас аққулар аққу балапандары сұр немесе қоңыр түсті болады. Уақыт өте келе олардың қауырсыны ағарып таза ақ түске енеді. Бұл құбылыс әйгілі ұсқынсыз үйрек балапаны ертегісіне шабыт берген. Аққулар тек суда жақсы жүзіп қана қоймай, құрлықта да қозғала алады. Олардың жүрісі сәл ыңғайсыздау көрінсе де, құрлықта ұзақ жол жүруге қабілетті. Бұл әсіресе құрғақ маусымда су көздерін іздеуде аса маңызды. Аққулардың есте сақтау қабілеті өте жақсы екен. Олар орындарды, адамдарды және басқа құстарды тануға бейім. Жыл сайын бір жерге ұя салуға қайта оралады. Сонымен қатар оларды тамақтандырған немесе мазалаған адамдарды мәңгі есінде сақтайды екен. Қара аққу Австралияда тараған бөлек түр. Оның қауырсыны қою түсті, ал тұмсығы қызыл болады. Бұл құс сирек әрі тосын құбылыстың символына айналып, қара аққу ұғымы философия мен экономикада қолданыс тапты. Аққудың дауысы түріне байланысты ерекшеленеді. Мысалы, сұңқылдақ аққу алыстан естілетін әуезді дыбыс шығарады, ал сыбырлайтын аққу тыныш, сыбырлағандай үнмен белгілі. Көптеген елдерде аққулар заңмен қорғалады. Мысалы, Ұлыбританияда Темза өзеніндегі барлық жабайы аққулар ресми түрде патшаға тиесілі. Жыл сайын бұл құстар арнайы санауға алынып, дәстүрлі рәсіммен есепке алынады. Аққулар негізінен су өсімдіктермен қоректенеді. Мойнын 1 метрден астам тереңдікке дейін батырып, су түбінен балдырларды жинай алады. Кейде кездейсоқ түрде ұсақ жәндіктерді де жұтып қояды. Ұялау кезеңінде аққулар өте агрессивті болып, өз аумағын қатты қорғайды. Олар басқа құстарға және кейде адамдар мен жануарларға да шабуыл жасауы мүмкін. Аққудың қанаттары өте мықты, соққысы ауыр болуы мүмкін. Аналық аққу әдетте 4-8 жұмыртқа басады. Оларды 35-40 күн бойы басып шығарады, ал аталығы ұяны қорғайды. Балапандар жұмыртқадан шыққан соң бірнеше ай бойы ата-анасының жанында жүріп, жүзуді, қорек іздеуді үйренеді. Кейбір халық аңыздарында аққу өмірінде тек бір рет өлмес бұрын ән салады деген наным бар. Бұл поэтикалық бейне мифтер мен әдеби шығармаларға арқау болды. Алайда шын мәнінде аққулар өмір бойы түрлі дыбыстар шығарылады. Жабайы табиғатта да, қалалық саябақтар мен жасанды көлдерде де тіршілік ете алады. Олар адамға үйреніп, егер мазаламаса, тыныш қатар өмір сүре алады. Ұзын мойынның арқасында аққулар су түбінен азық алатынын атап өттік. Су құстарынан ол осынысымен ерекшеленеді. Аққулардың өмір сүру ұзақтығы 20 жылға дейін жетеді, ал күтім жасалса 30 жылға дейін тіршілік етуі мүмкін. Аққу бейнесі халық өнерінде рух, тазалық пен сұлулықтың символы ретінде жиі кездеседі. Ою-өрнектерде, ертегілерде. Қауырсынын жаңарту кезінде аққулар 4-6 аптаға дейін ұша алмай қалады екен.
Бұл кезде олар жыртқыштардан жасырынып қамыстың арасында тығылып жүреді. Ленка аяқталған соң олардың жаңа қауырсыны жылтыр әрі таза болады. Аққулар тек сыртқы келбетімен ғана емес, мінез құлқы, адалдығы және табиғатпен үйлесімділігімен де таң қалдырып келеді.